Сәлем баршаңызға достар. Бұл видеода топ 6 әлемдегі ең ерекше орынмен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл фотосуреттерге қарап, оларда бейнеленген барлық нәрсе табиғаттың туындысы екенін және біздің планетамызда орналасқанын елестету қиын. Біздің тізімдегі керемет орындардың біріне саяхатты жоспарлап, өз көзіңізбен көруге шақырамын. Бірінші, Памуккале, Түркия. Памуккале жер бетіндегі ең әдемі орындардың көптеген рейтингтерінде тұрақты түрде бар және бұған өте лайықты. Бұл ақ-ақтас беткейінде таң қаларлық жолмен қадамдарды ойып алған термальды бұлақтардың сериясы. Олар таяз травертиндерге қуана-қуана сүңгіп жатыр. Сондай-ақ кешен аумағында тереңірек шриф бар Клеопатра бассейні. Ағыс бойынша Клеопатраның өзі демалу және жасару үшін осында келген. Клеопатра бассейніндегі су газдалған және термалды бұлақтардан келеді. Бүгінде мұнда табиғат ғажайыбын тамашалағысы келетін саяхатшылар ғана емес, денсаулығын жақсартуды мақсат еткендер де келеді. Памуккаледегі террасалар. Аттракцион туристік орталықтардан алыс орналасқан, сондықтан жақын маңдағы курорттық қаладан мұнда барған кезде ұзақ сапарға дайындалу керек. Айтпақшы, ақтас травертиндердің нәзік қабырғалары зақымдануға бейім және олардың көпшілігінде жүруге тыйым салынады. Қалғанымен жүру үшін аяқ киімді шешуге тура келеді. Бұл ережені сақшылар жіті қадағалайды. Екінші, Вайтомо үңгірлері. Жаңа Зеландия. Жаңа Зеландияның Вайката аймағында Вайтомо үңгірлері өте қызықты. Күрделі әктас өсінділері және ғасырлар бұрын жасалған бір түрлі өткелдері бар. Бірақ оларды шын мәнінде бірегей және көруге тұрарлық ететін нәрсе бұл отты үңгірдің тұрғындары. Бұл оның қоймаларында жиналып, жұлдызды аспан әсерін тудыратын мыңдаған масалар. Үшінші, Редба көлі, Сенегал. Сенегалдың көрікті жерлерінің торттағы глазур сияқты жұмбақ қызғылт көлі. Редба жердегі ең әдемі орындардың бірі. Бұл балалар кітабындағы суретке ұқсайды. Ақ қарлы жағажайлар мен қызғылт су. Мұндай ерекше түске тұзды көлде тұратын ең көне цианобактериялар жауапты. Ол жерге жету өте оңай. Көл жергілікті Астана Дакардан 30 км қашықтықта орналасқан. Жергілікті тұрғындар бұл жердің туристер арасында үлкен сұранысқа ие екенін бұрыннан түсініп, оған ауысуды ықыласпен ұсынады. Төртінші, Йеменнің Сакарта аралындағы айдаһар ағаштары. Арал мұнда өсетін ашық қызыл шырын бөлетін ағаштармен ерекшеленеді. Қабықта тілік жасау арқылы сіз айдаһар ағашының қалай қан ағып бастайтынын көре аласыз. Бұрын Канар аралдарында мұндай ағаштар өте көп болды, бірақ бұғалы қызыл шайырдың белсенді жиналуына байланысты олардың саны айтарлықтай азайды. Йемендегі шағын тоғайды әлі де көруге болады. Бесінші, Сондун үңгірі, Вьетнам. Вьетнамның Куанбин провинциясында орналасқан Сондун үңгірі әлемдегі ең үлкен үңгір болып саналады. Үңгірді көру үшін Фон Нха Кебан ұлттық паркіне барыңыз. Мұнда биіктігі 200 метрге, ені 150 метрге жететін өткелдерді көруге болады. Сонымен қатар, саяхатшылар жер асты өзеніне, сондай-ақ күн сәулесінің енетін үңгір қоймаларындағы тесіктердің астындағы өсімдіктерге риза болып қалады. Алтыншы, Юни тұзды жазығы, Боливия. Дүние жүзіндегі ең ерекше жерлерді тізгенде Салар де Юниді еске түсірмеске болмайды. Боливияның табиғи инжу-маржаны. Юни тұзды, яғни құрғаған тұзды көл. Бұл жаңбырлы маусымда табиғаттың нағыз кереметіне айналады. Жұқа су қабатымен жабылған тұзды беті әлемдегі ең үлкен табиғи айнаға айналады. Жақсы күні бұл айна Боливияның ашық аспанын көрсетеді және бұл жер одан да керемет болады. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, тұзды жерлерге баруға ең қолайлы уақыт ақпан айы болса, күз бен көктем айларында ол одан да ерекше әдемі болып көрінеді. Достар, бұл видео сіздер үшін қызықты болған болса, каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.